Күйеуін 20 жыл бойы адалдықпен күткен Пенелопа Одиссея фильмі 2026 көргендер бар ма? Қазіргі уақытта жақсы талқыланып жатыр. Кинотеатрлардан беріліп. Бұл фильм не туралы? Фильм жалпы Гомердің Одиссей эпостық жырынан алынған. Гомердің өзі атақты екі шығармасы бар. Илиада Троя соғысын бейнелейді, жазады. Троядан кейінгі оқиға Одиссейдің еліне қайтуы, соғыстан кейін ол Одиссей эпостық жырында айтылады. Жалпы осы эпостық жырдан алынып түсірілген. Қалая өздерінің аңыздарын, тарихи аңыздарын бүкіл әлемге экранизациялап көрсетіп жатыр да. Негізі Грекия түсіріп жатқан жоқ бұны, Голливуд түсіріп жатыр. Сонда да осы аңыз арқылы өздерінің мәдениетін, аңызын, жалпы тарихын бір паш етіп жатыр да. Бізде бұдан да көп мықты аңыздар, тәрбиелік мәні бар. Жырлар, поэмалар, әдебиетімізде, тарихымызда мәні зор оқиғалар жетерлік негізі. Алдағы 100 жылда бізде әлемге көрсететін жағдайға жетіп қалармыз деп үміттенем. Тақырыптан ауытқымайын, фильмді мен кеше түні бойы көріп шықтым. Маған ұнады негізі. Фильмде айтатын түйіндер көп негізі. Мен бір-екеуін айта кетейін. Одиссейдің сарбаздары сиқыршы әйелмен жолыққан уақытында ашта өздері. Жолдан келе жатыр, тамағы жоқ, тамақ жеу керек. Адам аш болған кезде бас дұрыс жұмыс істемейді. Олар барады да жаңағы сиқыршы әйелден тамақ сұрайды. Бізге тамақ берсең бол, басқа ештеңе керек емес деп. Бұл әйел сиқыршы екен, тамақтарын алдына қояды, сорпаларын. Олар ештеңеге қарамайды. Бұл жеуге кіріседі. Жаңағы әйелі оларды шошқаға айналдырып жібереді. Құдайдың өздерінің наным сенімдеріне байланысты бұл әскер Құдайдың қаһарына ұшырайды. Құдайларының қаһарына ұшырайды, өздерінің наным сенімдегі. Ал бұл кезде Одиссей өзі бөлініп аң аулап жүрген еді. Келген уақытында жаңағы сиқыршы әйелдің үйіне барлық шошқаға айналып кеткенін көреді, ол біліп қояды. Яғни келісіммен аш болса да тамаққа кіріспейді да, ол жан-жағына қара барлап деген сияқты. Бұл жерден алатын түйін салқынқандылық. Қандай жағдай болмасын, аш болсаң да, басқа болсаң да, бойыңда кішкене болсын қуат болса егер, басты жұмыс істетіп, салқынқандылық таныту керек. Кез келген жерде, кез келген уақытта бірден кірісіп кетпей. Және Пенелопаның Одиссейді күтуі, яғни күйеуін 20 жыл бойы адалдықпен күтуі. Сол жер ұнады маған. Не деген шыдамдылық, не деген адалдық, тұрақтылық. Өздерінің аңызы бойынша адалдықты әдемі көрсете білген екен. Адалдық деген әйел затының, жалпы ер адамның да ең үлкен адамгершілік қасиеттерінің бірі, бағалануға тиісті. Сол фильмді көргендер бар ма? Қай жағымен ұнады, несімен ұнады, несімен ұнамады, пікірге бөлісіп кетсеңіздер болады.